Бекет ата ұстаздық етпек ниетпен бірнеше жерден, Оғыландыдан, ескі Бейнеуден, Жем бойынан және Арал жағасындағы Байшағардан тағы да басқа жерлерден мешіттер салдырған дедік. Осылардың ішіндегі ең күрделісі Оғыландыдағы мешіт құрылысы болыпты. Қаратасты қарш-қарш ойып, қатты тауды үңгірлей салған мешіт жұмысының адапат ауырлығына анау-мынау атпал азаматтардың өзі шыдас бере алмай, тайқып шыға берсе керек. Сол себепті құрылысшылардың құрамы да қыл мезгіл жаңарып отырыпты. Солардың ішінде барлық жұмыстың басынан аяғына дейін болып, төзімділік танытқан Байсал деген кісіге әулиенің назары құлапты. Айналасындағы жиылған жамағаттан құрылыс басталғалы бері қолынан сүймені түспеген белін жазып, бір дем алмаған мына кісі кім деп сұрағанда, бұл адайдың ішіндегі бөкен Жеменейден тарайтын Байсал деген азамат, жасы 50-дің